Баршаңызға сәлем. Бүгін біз үйде капуста тұздаймыз. Мен осындай бір 3 капуста алдым, жаңағындай размер. Осындай кусоктарға бөліп дайындап қойдым. Ал енді осылай барлығын турап тастаймыз. Ал міне біздің капустамыз дайын. Осындай бір шәрі шықты. Енді бізге сәбіз керек. Мынау 3 сәбіз 750 грамм болды. Но жарты келді жетеді. Осыны үгіткіштің осындай үлкен жағымен өткізіп тастаймыз. Ал міне біздің сәбізіміз дайын. Мен осындай темір кастрюль алдым, эмалированный болмағасын. Ішінен осындай целлофан кигізіп дайындап қойдым. Енді осыған қазір біз капустамызды саламыз. Капустамызды салдық түгел аударып. Енді үстіне сәбіз қосамыз. Бұрыш қосамыз қара, сосын тұз қосамыз 2 уыс. Бәрін жақсылап тұрып араластырамыз. Қатты баспаймыз. Жеңілдетіп тұрып қана араластырамыз. Содан кейін бетін целлофанмен жабамыз да 1 сутка қойып қоямыз. Екінші күні ашамыз да оқтаумен бірнеше жерден тесік жасап кесеміз. Воздух шығып, су шықсын деп. Содан кейін екінші сутка тағы да солай ашамыз да ара-тұра осылай оқтаумен бірнеше рет басып отыру керек, тесіп отыру керек. Үшінші сутка уже біздің капустамыз дайын болады. Далаға, балконға или мешочектарға салып, морозильникқа салсаңыздар жарайды. Ал міне біздің капустамыз дайын. Дәл қолданардың алдында үстіне май қосып, сұйық май, сосын сарымсақ қосамыз. Мен осылай мешоктарға дайындап салып қойдым. Қазір морозильникқа тастаймын. Ал барлықтарыңызға ас болсын.